Оралдықтар, сәлеметсіздер ме? Но Шоқан Уәлиханов жазушы еді, аспанда көпте бір бай кемпір бар деп, малын бағатын кемпір. Сол кемпір қойларын өзінің қосағына байлайды. Кемпірдің атын кім? Құртқа деген кім? Қобландының келіншегі. Дудар қыз неге ханның қызына таласады? Неге қазақ ертегі жырларында қыз әкесін, ағасын сатып кетеді ғашық болғанда? Осы тақырыптардың бәрін мен қозғаймын жақында. Менің атым Зира Наурызбай, Оралға жиенмін. Бала кезімде жиі Оралға келіп тұратын едік. Енді 40 жыл арасына салып, енді келіп тұрмын. 14 қыркүйек университеттің актовый залында менің лекциям болады. Лекциям тақырыбы қазақ мифологиядағы әйел бейнелері. Лекция тегін,